Философия жаңа білімді қалай алды? Оның құралы логика. Логиканың қарапайым формуласы мынадай: белгілі білім, қосу, белгілі білім, тең, жаңа білім. Осы әдіс арқылы философтар Құдай туралы да жаңаша ойлана бастады. Мысалы, Ксенофон былай ойлады: адам кемел емес, Құдай кемел, демек Құдай адамға ұқсас емес. Осыдан кейін философтар, егер Құдай адамға ұқсамаса, онда ол не нәрсеге ұқсайды деген сұрақ қоя бастады. Фалес: барлық жерде су бар, тіршілік сусыз болмайды, демек су әлемнің құдайы. Анаксагор: әлемде тәртіп бар, тәртіп ақылсыз болмайды, демек ақыл әлемнің құдайы. Осылайша философия мифологиялық құдайдың орнына әлемнің алғашқы негізін Құдай деп ойлай бастады. Келесі роликте логиканың дамуын қарастырамыз.